Алладин мультфильмі. Бұл балалық кездегі біздің көрген мультфильм. Барлығымыз оны білеміз. Бірақ ол мультфильм бізге нені үйретті? Жақсылықты ма, жамандықты ма? Әрине жамандықты. Қазір мен сіздерге оны дәлелдеймін. Ты так заказал, я представитель твой во всех делах. Келісім шарт. Кіммен? Қандай келісім шарт? Сол мультфильмнің басты кейіпкермен бе? Жоқ, жынмен, нағыз шайтанмен келісім шарт. Сенбейсіз бе? Көріңіз. Скажи лишь мне, желаешь ты чего? Пусть будет список твой длинный, любой, по 3 слова только и всего. Әлі ештеңе байқаған жоқсыздар ма? Егерде бұлай көрсетсек. Сонымен түсіндіңіздер ма? Жын қасиетті Құранның парақшаларымен бұлай айтқан кезде Алла сақтасын артын сүртіп отыр. Субханалла. Яғни Бақара сүресінің 184-ші аятымен. Осы арқылы Алла динге жындардың барлығы бойсұнады деп сеніп отыр. Сиқыршылар осылай жұмыс істейді. Қасиетті Құранды таптап, шайтандарды өздеріне бағындырады. Енді сіздер бұл мультфильм не туралы екенін түсінген шығарсыздар.